Девальвация. Бұл не деген пәле? Неге ақш долларының өсуі ұлттық валютамызды құнсыздандырып жібере береді? Неге біздің теңгеміз бен бүкіл әлемнің ұлттық валюталары жасыл банкнотаға тәуелді? Қалай бұған тап болдық? Қалайша доллар бүкіл әлемді өзіне бағындырып алды? Егер сіздерге де бұл қызықты болса, жақсылап жайғасып алып, бізді мұқият тыңдауға дайын болыңыздар. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Ендеше ақш доллары мен Америка жайлы видеоларымыздың үшінші және ең маңызды бөлігі. Кеттік. Америка әлемнің ең ықпалды мемлекеті. Және де біздің өмірімізге өте қатты әсер етіп келеді. Сол себепті кезінде мұхиттың ар жағында жай ғана колония болған мемлекеттің әлемдік билікке қалай жеткенін түсіндіру үшін бірнеше видео шығарған болатынбыз. Егер бұған дейін алғашқы видеоларымызды көрмесеңіздер, арнамызға өтіп қарап шықсаңыздар болады. Сонымен, кез келген мемлекет ұлы болу үшін оның міндетті түрде экономикасы мықты болу керек. Ал Американың экономикасы дегеніміз не? Ол дегеніміз жер жүзіндегі ең қымбат компаниялардың жартысы. Оның ішіндегі ең қымбат 10-ның 8-і американдық компаниялар. Неге бұл елдің экономикасы осыншама қуатты әрі бай? Қалайша ақш доллары халықаралық валютаға айналып кетті? Мұнайда, бидайда, алтында бәрі де доллармен есептеледі. Тарихи тұрғыда бұның бірнеше себептері бар. Әрине барлық себептерді айтып шығу мүмкін емес. Дегенмен де сіздерге негізгілерін айтып берейік. Бірінші себеп ол соғыс. Бұл жерде көрші елді басып алып, оның байлығын тартып алуды меңзеп тұрған жоқ. Америка одан ары барып, бір-бірімен соғысып жатқан екі тарапқа да қару-жарақ пен техника, азық-түлік пен дәрі-дәрмегін, жалпы соғыс пен тұрмысқа қажетті барлық тауарларды сатып, табысын едәуір арттырады. Себебі соғыс байып кетудің, тіпті өте бай болудың ең керемет мүмкіндігі. Өткен ғасырда болған екі дүниежүзілік соғыстарда бүкіл әлем бір-бірін өлтіріп қиратып жатқанда, Америка бұл соғыстардың барысында тек байлығын арттыра береді. Өзінің өнер, білім, ғылымын дамыту үшін Альберт Эйнштейн, Томас Эдисон, Нильс Бор сынды сол кездегі адамзат өркениетінің ең ақылды әрі данышпан өкілдерін жинап алады. Екі соғыста да Америка бастапқыда екі жақпен де сауда-саттығын жүргізіп, ешкіммен жауласпайды. Бизнес тек қана бизнес дегендей, Америка өзінің одақтасы Ұлыбританияға да, болашақ жауы Германияға да тауарларын сатып, табысын арттыра береді. Енді өзіңіз ойлап көріңіз. Соғысып жатқандарға ақша, қару-жарақ, киім, азық-түлік бәрі керек. Дәл осы кезде, осыдан 1-2 ғасыр бұрын бүкіл қажетті тауарларын Еуропадан алдыратын Америка енді өз өнеркәсібін дамытып алып, дәл сол Еуропаға тауарларын сатып, ақшаның астында қалады. Арғарай тіпті қызық болады. Бір кезде соғысып жатқан еуропалықтардың американдық тауарларды сатып алайын десе, ақшасы бітіп қалады. Сонда Америка оларға кеңдік жасап, миллиардтаған долларын қарызға, яғни кредитке береді. Ал еуропалықтар сол кредитке алған ақшаны Америкадан сатып алатын тауарларға жұмсайды. Яғни кредитке берілген ақша қайтадан сол Америка экономикасына табыс ретінде құйылады. Керемет схема емес пе? Осылайша, бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка бұрынғы барлық қарыздарынан құтылып, тіпті Еуропа елдеріне өзі қарызға ақша беріп, 10 жылға созылған аңыраған 20-шы жылдар деп аталатын бақуаттылық кезең өткізеді. Әйгілі Ұлы Гетсби фильмінде дәл осы кезең көрсетілген. Алайда халыққа ретсіз беріле берген несиелердің кесірінен 1929 жылы Америка бұрын соңды көрмеген Ұлы депрессия деп аталатын дағдарысқа ұшырайды. Кеше ғана ақшаны оңды-соңды сашып жүрген адамдар тамақ үшін жұмыс істеп кетеді. Бұл дағдарыстан шығу үшін ақш үкіметі сан түрлі әрекеттерге барады, бірақ олар жеміс бермейді. Сол кезде амал жоқтан бірінші дүниежүзілік соғыста қолданған тәсіліне оралады. Бұл керемет тәсілдің мәнісі мынада. Өз елінің экономикасын басқа жерде болып жатқан соғыс арқылы көтеріп алу. Осы тәсілге сәйкес 1933 жылы, яғни дағдарыстың басталғанына небәрі 4 жыл өткен соң, 4 бұрышты ұсқынсыз мұрты бар Адольф деген жігіттің билікке келуіне жағдай жасап, соғыстан қираған Германияны қалпына келтіру үшін оған миллиардтаған доллар инвестиция жасайды. Әрине ресми түрде ақш үкіметі Гитлерді қолдай қоймайды. Бұл қолдау негізінен Ford, General Motors, IBM сынды жекеменшік компаниялар мен Уолл-стриттағы инвесторлар арқылы жүргізіледі. Қалай болғанда да ақша ақштан келеді. Гитлер мен неміс халқы американдықтардың сенімін ақтап, 1939 жылы Еуропада екінші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді. Айтпақшы,
Ұлы депрессия да осы жылы аяқталады. Себебі бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін намысы жерге тапталған неміс халқы кегін қайтарғысы келетіні айдан анық еді. Ал жоғарыда айтқанымыздай, соғыс табыс тауып байып кетудің керемет мүмкіндігі. Тағы да соғыс басталады. Тағы да қирап жатқан Еуропаға ақша, қару-жарақ, техника, азық-түлік керек болады. Тағы да Америка өнеркәсібі мен экономикасын көтеріп, бастапқыда екі жаққа да, кейін соғысқа кіріскен соң тек одақтастарына тауарларын сатады. Тағы да еуропалықтардың ақшасы бітіп, Америка оларға ақшалай әрі заттай қарызға көмек береді. Бұл қарызға берілген көмек ленд-лиз деп аталады. Ленд-лиз келісімі бойынша екінші дүниежүзілік соғыста Америка құрама штаттары одақтастарына 50 миллиард долларға тауар сатады. Ал осыншама тауарды жасап шығару үшін ақш үкіметі өз зауыттары мен фабрикаларына сұмдық көлемде тапсырыстар береді. Ол дегеніміз жаңа жұмыс орындары ашылады, сауда мен өнеркәсіп ұлғаяды, одан түскен салық мемлекет қазынасын байытып, халықтың тұрмысы жақсарады деген сөз. Осылайша соғыстың арқасында Америка ақшасын айналдырып, экономикасы мен өнеркәсібін дамытып алады. Айтпақшы, осы соғыстардың арқасында біз білетін Coca-Cola да саудасын арттырып, халықаралық деңгейге шығады. Себебі Еуропада соғысып жатқан американдық солдаттардың туған жеріне деген сағынышын басу үшін әскери басшылық оларға миллиондаған газдалған тәтті су бөтелкелерін жібереді. Негізі Coca-Cola жайлы бөлек видео қаласаңыздар, комментарийлерде жазып кетіңіздер. Әлбетте, Америкада соғысқа қатысып мыңдаған солдаттарын жоғалтады. Алайда ең бастысы экономикасы нығайып, соғыстан әлсіреген Ұлыбритания, Франция, Германия сынды мемлекеттерді асырып, әлем билеушілері деген таққа өзі жалғыз отырып алады. Себебі соғыстан әбден құлазыған еуропалық елдер ленд-лиз бойынша қарызын қайтара алмай, оның орнына Атлантика мен Тынық мұхиттарындағы әскери базаларын Америкаға қарызын жабу үшін өткізеді. Нәтижесінде Американың әскери теңіз күштеріне тең келетін флот табылмай, әлі күнге дейін қалаған елдің жағасына келіп, күшпен айтқанын істеткізіп келеді. Жалпы экономикаң мықты болсын десең, сенің халықаралық саудаң жақсы жүру керек. Ал саудаң жақсы жүру үшін оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуің керек. Ал ол үшін мықты флот пен әскер керек. Сол себепті Америка жыл сайын әскери бюджетін арттырып, 2024 жылы оған 997 миллиард доллар жұмсайды. Тағы да айтылайын, 997 миллиард доллар, құдай-ау! Әлбетте, бұл қыруар қаржы қару-жарақ шығаратын Lockheed Martin, Boeing, General Electric сынды әйгілі жекеменшік американдық компанияларға жұмсалып, осы компаниялар иелерінің қалтасын қалыңдатады. Система осылай жұмыс істейді. Бұны бірдеңіз. Ал енді Американың қазіргі ұлығының бәлкім ең басты кепіліне келер болсақ, ол әрине шырқыраған дауысы мен жасыл түсі миллиардтаған адамның көңілін көтеретін доллар. Америка құрама штаттарының доллары. 1944 жылдың жазында немістердің соғыста жеңілетіні айдан анық болып, одақтас мемлекеттер соғыстан кейін өз елдерін қалай қалпына келтіріп, әлем құрылымы қалай болатынын талқылай бастайды. Қирап қалған Еуропа мен бүкіл әлемді қалпына келтіру үшін белсенді түрде халықаралық сауданы жүргізу керек. Себебі бір жерден бетонмен кіріп шалсаң, екінші жерден техника мен азық-түлік сатып алуың керек. Енді осы сауданы жүргізу үшін ортақ валюта керек қой. Бұрындары ол британдық фунт стерлинг, француз франка, тағы да басқа валюталар болатын. Алайда соғыстың кесірінен бұл валюталар әбден әлсіреп құнсызданып кетеді. Осы жерде ары қарай жалғастырмас бұрын ақша деген ұғымға сәл тоқталып кетейік. Жалпы ақша дегеніміз не? Қазіргі ақша ол жай ғана қағаз. Оны сауда-саттықты жеңілдету үшін енгізіледі. Мысалы, сізде бір қойыңыз бар. Оны бір қап бидайға ауыстырғыңыз келеді. Алайда бір қой мен бір қап бидай бір-біріне тең емес қой. Сол себепті бидаймен қоса тағы бір нәрсе бер деп талап етесіз. Мінекей сол бір нәрсенің қызметін қағаз ақшалар атқарады. Осылайша тауар алмасу жеңілденіп, сауда-саттық дамып, елдің байлығы артады. Ал бұл ақша жай ғана қағаз болмас үшін оны алтын секілді нақты құнды нәрсеге байлайды. Мысалы, 1 грамм алтынға 25 мың теңге тең келеді деген сияқты. Сол себепті әр мемлекет ұлттық валютасының негізі мен тірегі болған өзінің алтын қорын жинайды. Ал енді 1944 жылға оралатын болсақ, еуропалық мемлекеттердің алтын қоры ақш-тың қолында болатын. Себебі Америка екі соғыста да берген несиелерінің кепілі әрі төлемі ретінде еуропалықтардың алтын қорларын өзіне жинап алып, Нокс деп аталатын фортта, яғни қамалда сақтайды.
Одан бөлек соғыстың абыр-сабырында немістердің қолына түспесін деп әскери кемелерінде алып қашқан Польша, Норвегия, Голландия, тіпті Францияның ұлттық алтын қорларын сол Нокс фортына тығып қояды. Одан қалды бейшара еврейлерден тартып алған алтындармен қоса құлдыраған үшінші рейхтің алтынын да қолды қылады. Ол аз болғандай мемлекеттерден бөлек жеке дәулетті адамдар да бәледен аулақ деп алтындармен қоса бар байлығын соғысып жатқан Еуропадан Американың банктарына көшіріп сақтайды. Осылайша соғыстың соңына таяу әлем нарығындағы мемлекеттердің алтын қорының 4-тен 3-і Американың қолында болады. Тағы да айтайын, 4-тен 3-і, яғни әлемнің бар алтыны сенің қолында деген сөз. Бұл керемет мәліметті еш қысылмастан ақш-тың өкілдері 1944 жылдың шілдесінде Бреттон Вудс деп аталатын американдық курортта өткен Біріккен ұлттар ұйымының қаржылық конференциясында жариялайды. Бұл жиында американдықтар былай дейді: жігіттер, ренжімеңіздер. Мына абыр-сабырдың ішінде қай алтын кімдікі екенін түсінбей қалдық. Сол себепті сіздерге осы алтындарыңызды қайтару қиын болып тұр. Бірақ бізде керемет ұсынысымыз бар. Қирап қалған елдеріңізді қалпына келтіру үшін су жаңа халықаралық есептесу жүйесін ұсынамыз. Нақтырақ айтқанда, алдағы уақытта өз ұлттық валюталарыңызды қайтадан алтынға байлауларыңыз екіталай. Себебі алтындарыңыз бізде ғой, міне көріп тұрсыздар. Сол себепті бұдан былай ұлттық валюталарыңызды алтынға емес, ақш долларына байлаймыз. Ал долларды болса алтынға байлаймыз. Және де бұны резервті валюта деп атайтын боламыз. Еуропалықтар аң-таң. Ей, не деп оттап тұрсың дегендей наразы болады. Ал американдықтар болса, жігіттер, бұл сырттай бір түрлі көрінгенмен бәрі оп-оңай әрі өте тиімді. Доллар алтынға, ал сіздер долларға байланасыңдар. Алтын бізде жетіп жатыр. Міне көріп тұрсыздар. Оған қоса бұл жүйе алдағы уақытта ешқандай соғыстың болмауының кепілі болады. Себебі Америка қазір жер бетіндегі ең қуатты экономика. Ал бүкіл халықаралық сауда-саттық пен есептесу доллармен жүрсе, қай ақымақ ортақ қаржы жүйесіне қарсы соғысады. Бұл тиімсіз ғой деп қоймай қояды. Енді мен қазір ойлаймын да, осы конференцияға 44 елден 730 делегаттардың құлағы керең болды ма, көзі көрмей қалды ма, әлде оларды ішкізді ма, немесе олар шынымен де болашақта бұл келісім неге алып келетінін білмеді ме? Білмеймін. Бірақ нақты білетінім, Американың бұл ұсынысы қабылданып, жер деп аталатын шарикті жаңа қаржы жүйесі орнайды. Сонымен Бреттон Вудстағы конференцияның нәтижесі бойынша әлемнің барлық валюталарының курсы ақш долларына байланады. Ал доллардың курсы бір унцияға, яғни 31,1 грамм алтынға 35 доллар тең келетіндей бекітіледі. Ал осы курсты қатаң сақтап отырып, халықаралық сауданы жүргізу үшін халықаралық валюта қоры мен қирап жатқан Еуропаны аяққа тұрғызу үшін болашақта дүниежүзілік банк деп аталатын халықаралық қайта құру және даму банкі пайда болады. Бұлардың Международный банк реконструкции и развития және Всемирный банк деген орыс тіліндегі қиын атауларын естіген шығарсыздар. Бұл аз болғандай, ешкімге бағынбай, ешкімге есеп бермей, осы долларды басып шығару құқығын Америка өзіне қалдырады. Яғни бұдан былай Америкаға ақша керек болса, ол тауар өндіріп, оны сатып машақаттанып қиналып жатпайды. Жай ғана жасыл қағазды шығаратын машинаның түймесін басып қалады да, иісі аңқып тұратын су жаңа бакстар, яғни долларлар шыға келеді. Керемет емес пе? Бір қызығы, келісімнің бұл шартына ешкім, тіпті Кеңес одағы да қарсы болмайды. Мен бала кезімде шіркін-ай, менде ақша шығаратын машинам болса екен деп армандайтын ем. Сөйтсем, американдықтар бұл арманымды 1944 жылы осы Бреттон Вудс конференциясында орнап болған екен ғой. Егер сізде кәсіп көзін іздеп, қандай бизнес ашсам екен деп жүрсеңіз, елімізде қарқынды дамып келе жатқан Coffee Original кофеханалар желісінің франшизасын ұсынамыз. Өйткені бұл брендтің артында тұтастай құндылықтар жүйесі тұр. КМДБ-ның ресми халал сертификаты. Клиенттер үшін сенімділік, ал сіз үшін тұрақты аудитория. Әр нүктесінде арнайы намазханалары бар. Бұл рухани құндылықтар мен санасатын заманауи формат. Тек әйелдерге арналған кофехана түрлері. Қауіпсіз және ыңғайлы атмосфера бүгінгі нарықтың сұранысы. Жұмыс істеуге немесе сабақ оқуға ыңғайлы кеңістік, студенттерден кәсіпкерлерге дейінгі аудиторияны қамтитын орта. Жоғары деңгейдегі сервис пен дәмді тағамдар, қайтып келетін клиент кепілі. Және ең маңыздысы, барлығы жүйеленген. Яғни сізге бизнес жоспар жазудың, бренд жасаудың, маркетинг ойлап табудың қажеті жоқ. Coffee Original бұл жай ғана кофе емес. Бұл дайын әрі табысты бизнес жүйесі. Сізге тек іске қосу ғана қалып тұр. Толық ақпарат алу үшін сипаттамадағы телефонға хабарласыңыздар. Алайда Америка өзінің
бүкіл әлемдік экономикалық билігін әбден орнату үшін доллардың оқиғасы бұнымен бітпейді. Бреттон Вудс келісім бойынша кез келген мемлекет, кез келген уақытта долларды Америка сақтап отырған алтынға ауыстырып алуға құқылы болады. Соғыс бітіп, Еуропада халықтың тұрмысы жақсара бастайды. Алайда ұлттық қорда алтынның жоқ болғанның кесірінен өзі қалағандай дамуының болмай жатқанын сезген Франция президенті Шарль де Голль 1965 жылы 1,5 миллиард долларға толы екі кемені жоғарыда айтқан келісімге сәйкес Францияның алтынын қайтарып алу үшін Америкаға аттандырады. ақш болса әлемдік қауымдастықтың алдында қарабет болмас үшін міндетін орындап 1650 тонна алтынды Францияға қайтарып береді. Ойбой-ау, бұлай жасауға бола ма деп Францияның артынан Германия, Жапония, Канада өз алтынын Америкадан қайтарып алады. Нәтижесінде Американың алтын қоры түбіне түсіп, бар болғаны алтынның курсына сәйкес 10 миллиард доллар ғана қалады. Әрине 10 миллиард доллар аз ақша емес, алайда Америка үшін бұл түкке тұрғысыз сома ғой. Егер басқа да мемлекеттер өз алтынын осылай қайтарып алатын болса, доллармен қоса бүкіл Америка экономикасы құлдырап күлік көкке ұшатын еді. Бұны түсінген ақш президенті Ричард Никсон 1971 жылы өз елін дефолттан, яғни банкроттықтан сақтап қалу үшін тарихи шешім қабылдайды. Бұдан былай доллардың курсы алтынға байланбайтын болады. Яғни Франциялар сияқты енді ешкім өз алтынын долларға ауыстыра алмай, доллар жай ғана қағазға айналып кетеді. Себебі бұған дейін басып шығарылған доллар Нокс фортында жатқан алтынға еш сәйкес келмейтін. Яғни алтын аз, ал доллар болса есепсіз, ұятсыз басып шығарыла берген. Алайда бұл қағаз 30 жыл бойы бүкіл халықаралық сауданың есептесу құралы болғандықтан, одан бас тарту мүмкін емес еді. Сол себепті 5 жылдан кейін, яғни 1976 жылы Ямайкада өткен халықаралық қаржы конференциясында мемлекеттер жаңа келісім жасайды. Сол келісімге сәйкес әлі күнге дейін валюталар курсы басқа тауарлар сияқты сұраныс пен ұсыныстың нәтижесінде орнатылады. Және де алтын да сол кезден бастап курсты бағалау құралы емес, жай ғана тауарға айналады. Осылайша Америка бір мезетте 1944 жылы өзіне алған міндеттемесінен еш ұялмастан бас тартып, алтынын қайтарып алмаған елдермен бірге бүкіл әлемді ақшаға лақтырып кетеді. Бұл лақтыруды ақштың сол кездегі қаржы министрі Джон Коннолидің сөзімен керемет түсіндіруге болады. Ол былай дейді: доллар біздің валюта, бірақ сіздің проблемаңыз. Ал енді біздің теңгеміздің доллар курсына келетін болсақ, оған негізінен үш нәрсе әсер етеді. Біріншіден, доллардың басқа валюталарға қатысты DXY деп аталатын индексі. Бұл индекс таяу шығыста болып жатқан соғыстардан бастап, мұнай бағасы, ақш президенті сайлауы деген сияқты түрлі нәрселерден құрастырылады. Екіншіден, мұнай бағасы. Қара алтынның бағасы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым бізге жақсы. Ал соңғы уақытта өздеріңіз білетіндей, мұнай бағасы бізді аса қуантпайды. Ал үшінші себеп Ресей рублі. Солтүстік көршімізбен сауда-саттығымыз өте тығыз болғандықтан, рубльдің долларға шаққан курсы біздің теңгемізге де қатты әсер етеді. Өткен жолы ұлы мәртебеліміз Астанаға келгенде бұның әсерін байқаған шығарсыздар. Оған қоса түрлі санкцияларға байланысты ресейліктер долларды баяғыда емін-еркін ауыстыра алмайды. Дегенмен де орыстарға доллар керек қой. Ал долларды алуға болатын ең жақын әрі жеңіл жолы кең пейіл, тархан көңіл, бер дегенде бере беретін қазекеңе келіп алу. Ал бұның кесірінен айналамда доллардың азайып, теңгенің өсуі проблема емес. Ештеңе етпейді. Ең бастысы орекеңдермен достық болсын. Аман болайық дегіміз келеді. Достар, бүгін біз сіздерге доллармен қоса Америка Құрама Штаттарының бүкіл әлемді өзіне қалай бағындырып алғанының тарихын айтқымыз келді. Бреттон Вудс конференциясы шынымен де тарихи оқиға. Біздің және бүкіл әлемнің тағдырын шешкен келісім. Мен мына қарапайым қазақ, Тілеухан сияқты миллиардтаған адамдардың өміріне әсер еткен нәрсе. Мысалы, мен машина алғым келеді, немесе шетелге саяхаттағым келеді, ал девальвацияның кесірінен атаң басы болады. Бұны түсінген кезде американдықтардың бетсіздігіне таңдана отырып ашуланып кеттім. Алайда мен түгілі әлемнің алпауыт мемлекеттері бұған қарсы еш нәрсе істей алмағанда, сіздерге бұл оқиғаны айтып беруден басқа шара таппадым. Біле жүріңіздер, ескере жүріңіздер. Бәлкім осы видеоны көріп отырғандар болашақта сәл болса да әділеттілікті орнатып, бұл жағдайды өзгерте деген үмітім бар. Себебі проблеманы шешу үшін бірінші оны терең түсініп алу керек қой.
Егер видеомыз өтсе, міндетті түрде лайктарыңыз бен комментарийлеріңізді аямаңыздар. ақш долларының билігінен құтылу үшін не істеуіміз керек деген сұраққа өз ойларыңызды қалдыруларыңызды сұраймыз. Бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы.